Мен жалғыз бастанамын. Күйеуім 5 жыл бұрын ауыр дерттен көз жұмды. Сол күннен бастап, екі баламның әкесі де, анасы да өзім болдым. Үлкен қызым Мәдина 9 жаста. Ұлым Әли небәрі 5-ке енді толған. Түнде екеуі құшағыма тығылып ұйықтайтын. Ал мен, олар ұйықтаған соң, жастығымды құшақтап үнсіз жылайтынмын. Өйткені үйде бір уыс ұннан басқа ештеңе қалмаған күндер болатын. Бір күні қызым: «Анашым, сыныпта бәрінің жаңа аяқ киімі бар. Менікі жыртылып қалды. Бірақ уайымдамаңыз, мен осымен де жүре берем» деді. Сол сөз жүрегімді мың бөлікке бөлді. Бала өз қалауын айтудың орнына мені жұбатып тұр. Сол түні мен таңға дейін көз ілмедім. Келесі күні ауылға бір әйел келді. Түркияда жұмыс көп. Айына жақсы ақша табасын. Бірақ жыл істейсін де қайтасын деді. Ол бәрін сондай оңай етіп айтты. Балаларының болашағы өзгереді деген сөзі санамнан шықпады. Сол түні қызымның ұйықтап жатқан жүзіне ұзақ қарадым. Шашынан сипап отырып: «Анашым, сендер үшін бәріне дайын» деп сыбырладым. Көз жасым қызыма тамып кетті. Балаларының көз жасы, анамның соңғы құшағы, әуежайдағы қоштасу. Сол күні ешкім мені соңғы рет көріп тұрғандай қоштасып жатқанын білмеді. Анам балаларымды құшағына қысып жылап тұр. Қызым менің күртемнен жібермей: «Анашым, кетпеңізші. Мен сізді сағынамын. Сіз қашан келесіз?» деп қайта-қайта сұрай берді. Мен күлімсіреген болдым. «Кез келемін қызым. Сендерге үлкен үй алып берем. Әдемі велосипед аламын. Көп ойыншық әкелемін». Ұлым қалтасынан кішкентай ойыншық машинаны шығарып: «Анашым, мұны өзіңізбен бірге алыңыз. Мені сағынғанда қарап жүріңіз» деді. Мен сол ойыншықты құшақтап тұрып, жылап жібердім. Әуежайға дейін көз жасым бір сәтке де тоқтамады. Ұшақ көкке көтерілгенде, терезеден төмен қарап: «Құдайым, балаларымды аман сақтай көр» деп дұға еттім. Бізді орта жастағы ер адам қарсы алды. «Айсұлу кім?» «Мен». «Жақсы, мен сендерді жұмысқа апарам». Алғашында қала көшелерімен жүрдік. Әдемі ғимараттар, жарқыраған шамдар, бәрі жаңа өмірдің бастауы сияқты көрінді. Бірақ көп ұзамай көлік қаладан шығып, тыныш ауданға бұрылды. Терезеден қарасам, айнала